Сәлем достар, мен каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз. Бүгінгі видеода сіздермен синий трактор растяжкасын, бомбонеркасын жасайтын боламыз. Қазір 3 түрлі бомбонерка және де бір растяжка түрін жасайтын боламыз. Қазір ең алдымен бізге фондар қажет болады. Көк фонды Pinterest программасынан жүктеп алсақ болады. Синий фон для мальчика деп жазсаңыз, әр түрлі көк фондар шығады. Өзіңізге ұнаған фонды таңдап алып, төбесінде 3 точка тұр, соған бассаңыз, скачать изображение деп тұрады, соған басу керек. Одан кейін сол фото сіздің галереянызда уже тұрады. Міне осындай фон бар екен. Осындай фонды жүктеп алсаңыз болады. Енді қазір бұл программадан шығып, Pixar программасына кіріп, өзіміздің шаблонымызды енгіземіз. Бұндай шаблонды мен Pinterest программасынан бұрында жүктеп алған болатынмын. Сіздер де әр түрлі шаблонды Pinterest программасынан жүктеп алсаңыз болады. Немесе бұл шаблон менің бесплатный телеграм каналымда бар. Енді рисовайтқа басып, добавить фотоға басамыз. Именно рисовайттың ішіндегі добавить фотоға бассаңыздар, сонда ғана бұл фото енгізіледі. Төбесінде 2-4 пішті тұр, соған басасыздар. Басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай жіберем. Міне біздің фонымыз рамочканың ішіне енгізілді. Енді қазір тағы да дәл солай рисовайтты басып, добавить фото деп төбесіндегі 2 точкаға 4 піштіге басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай жіберем. Все, добавить. Обычно добавить фотоға басып, осында стикерімді енгізіп қойдым. Бұған бір жазуды жазамыз, бірақ менде розовый цветті. Астында эффектіға басып, заменаға басасыз. Эффекті, заменаға басып, бұның түсін өзгерте салам. Бұны стикерден немесе Pinterest программасынан заранее можете скачать. Немесе мен бұл стикерді өзімнің бесплатный телеграм каналыма салып қоям. YouTube'тың подписчиктарына арналған канал. Енді кішкене прозрачнысын түсірем, өйткені артындағы жұлдыздар көрініп тұрсын деп. Кішкене, чтобы осының ішінде болатындай. Міне осылай қойып алдым. Бұл шаблонды келесі видеода сборкасын көрсететін боламын, обязательно қараңыздар. Енді міне копия жасап келесі бетіне қойып жатырмын. Бұндай шаблонды мен видеомды алдында қарайтын болсаңыздар, алдыңғы видеоларда сіздер бұндай шаблонды өте оңай жасай аласыздар. Енді қазір стикерға басып синий трактор деп жазамын. Осының ішінен синий трактордың біреуін таңдап аламын. Бұл жерде көп емес, кішкене 1-2 синий трактор бар. Соның біреуін таңдап алып, мына жаққа қоям. Сіздер, мысалы, бұның орнына өзіңіздің қалаған суретті қойсаңыз болады. Енді қазір осылай істеймін и тағы басқа түрін жасайтын боламын. Міне, осылай қойып алдым, копия жасап келесі бетіне қоямын да, готованы басып, бұл шаблонды мен өзіме жүктеп аламын. Енді қазір жаңа шаблонды алып тастап, осындай шаблонды енгізіп жатырмын. Бұл шаблонды мен Pinterest программасынан жүктеп алдым. Pinterest программасын ашып қарасаңыздар, ішінде толған неше түрлі әдемі фондар бар. Енді бұл шаблонды сақтап алып, келесі растяжканың шаблонын енгіздім. Бұл растяжканың шаблоны также Pinterest программасында бар, немесе менде пинг форматында бесплатный телеграм каналымнан жүктеп алсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалаған шаблоныңызды жасай аласыздар. Міне осылай енгізіп жатырмын. Енді қазір астындағы суретті басып, жоғарғы қарай жіберем. Именно осындай фотоны салу үшін рисовать деп тұрады. Рисовайттың ішінде добавить фото деген бар, соған басыңыздар. Жай ғана добавить фото деген де бар, и рисовайттың ішіндегі добавить фото деген бар. Обязательно мұқият қараңыздар. Осы видеода осы шаблонды мен қалай жасадым, соны көрсетіп жатырмын. Ал келесі видеода осының сборкасын жасаймыз, қалай шыққанын көретін боласыздар. Бірінші жазуды жазбай тұрып, бізге екі шетіне қоятын жаңағы фон керек. Екі шетіне қойып, жазудың басында және жазудың аяғында тұратын, осындай әдемі болып тұратын фон керек. Қазір барлығын шығарып көрсететін болам. Келесі видеоны ұмытпай қараңыздар. Енді қазір осыны сохранить етіп аламын, төбесінде стрелкаға басып. Енді бұны сақтап болғаннан кейін, қазір суреттерімді алып тастаймын. Өйткені қазір жазуды жазуға бізге ыңғайсыз болады. Сол үшін қазір бізге фон круглый деп жазсаңыз, белый әртүрлі фондар шығады сізде. Осындай фонды қойып аламын. Прозрачнысын кішкене алып тастаймын. Өйткені жазу жазғанда біздің жазуымыз анық көрініп тұратындай. Копия жасап келесі бетіне қоямын. Осы қойып болғаннан кейін қазір өзіміздің синий тракторымызды енгізетін боламын, кішкентайын. Міне добавить фото деп, бұл фонды мен өзімнің Pinterest программасынан жүктеп алған болатымын.
Болды, 2 растяжкамды сохранить етіп алдым. Қазір шығарып көрсетем барлығын. Енді 3-ші бомбонеркамызды жасайтын боламыз. Бұған также сол фонды енгізем. Дәл сол фонды. Бұл растяжканың эскизі менің бесплатный телеграм каналымда бар. YouTube подписчиктарына арналған канал. Кіріп алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, міне жаңағыдай рисовайтты бастым, добавить фотоға кіріп енгізіп қойдым. Енді добавить фотоны басып, өзімнің жаңағы рамкамды енгізетін болам. Бұндай рамканы сіздер стикерден іздесеңіз болады, рамка деп. Және де бұл рамканы өзімнің бесплатный телеграм каналыма салып қоям. Бұл рамканы өздеріңізге алсаңыз болады. Міне бұлай қойып болғаннан кейін енді қазір өзіме рамканы екі шетіне қоямын. Екі шеті пустой болып тұрады. Осылай пустой рамка жасап алам. Төбесінде стрелочкаға басып сохранить фото деймін. Болды, енді сохранить етілді бұл фотомызға. Егер де PicsArt сіздің качествоңызды құртатын болса, онда Ремини программасын жүктеп алыңыздар. Ол жайында менде каналымда видео бар. Пустой фон белыға А4 форматында осылай жасап жатырмын. Синий тракторды енгізіп жатырмын. Сіздер любой қалаған суретті осылай енгізсеңіздер болады. Пустой А4 форматына. Енді қазір обводка, граница деген таңдаймын. Границаны таңдасаңыз, қазір көк түсін таңдаймын кішкене. Қиғанда, чтобы оңайырақ болады, және де линия бойынша қиястар. Міне көк түсін таңдап алдым. Енді 3 жатқа қоямын. Осылай копия жасап астына қойып шығамын. Дәл солай барлығын толтырып шығамын қазір. Міне барлығын қойып жатырмын. Қойып болғаннан кейін өзіме сохранить етіп алам. Ал келесі видеоны обязательно қараңыздар, өйткені мен ол жерде қандай қағазға шығардым барлығын айтатын болам.